Қайтуға жиналған Айтолқынды жұмыстас қыз шақырды. Айтолқын, менің ұялы телефоныма сені шақырып жатыр, тез кел. Япыр-ай, ол кім болды екен? Ешкім іздемеуші еді ғой. Айка, мен Гүлай ғой. Сен ешқайда кетпей, есіктің алдында күт. Мен саған келемін, жақсы жаңалық бар. Япыр-ай, не жаңалық екен? Маған бір ақылы жұмыс табылды ма екен? Әлде ауылдан біреуді көрді ме? Не болды екен? Сәлден кейін зу етіп жетіп келген Гүлай Айтолқынды Айшаға қаратпай машинаға мінгізіп ала жөнелді. Қазір үйге барып айтамын бәрін. Гүлайдың пәтеріне екінші рет еркін кірген Айтолқын баяғыдай аузын ашып қалған жоқ. Еркінсіп жұмсақ диванға күмбете қалды. Ал сөйлейін. Қазір сен жуын, менің киімдеріммен тағы да жарасатын таңдап беремін. Соны соң тағы бір крутой жігіттің үйіне қонаққа барамыз. Өзіңді дұрыстап үйрен. Қалалық әйелдер сияқты осынау қала тірлігінің бәрінен хабардар болып көрінуге тырыс. Ол қалай? Яғни мыңқиып отырмай ширақ бол, жақындаса мойнына сыла кет, еркелеп, бұраңдап, сылқылдап күлуге тырыс. Неғұрлым жарқын сыңғырлап күлсең, соғұрлым еркек майда ериді. Әне-міне жеріңді ұстаса шоршып түспе тағы. Әй, сенен қорқамын осы. Неге? Сен байғұс әне бір оқиға болмағанда нағыз нетронутая монашка красавицасың ғой. Уәде бересің бе маған? Не деп? Ойбай-ау, бағанадан бері не айтып тұрмын? Дикая. Не де болса ертіп апарамын. Өйткені обещала сұлу, свежая особаны тауып берем деп. Давай тез кейін. Жарайды, ал, жасандыр. Осы бір жаңадан алған көйлегім маған онша жараспайтын сияқты. Ал саған қатып кетеді. Қане кене, маған қарашы. Шынымен ақ құлпырып тұрсың. Маған Мәкең ұзын шашты сипағанды жақсы көреді дейді. Қысқа шаштар қолына толмайтын көрінеді. Значит, ұзын шашың пойдет. Мәкең кім ол? Зачем тебе? Барған соң көресің. Енді сәл ерніңді боя. Сәл қызарту керек. Аха, тамаша. Сенің мына бір түйген ерніңді сүйген де зар, сүймеген де зар шығарау. Әй, жігіт болсам өзіңді ешкімге бермес едім. Қойшы мақтай бермей. Шын айтам, бір маңдайы жарқыраған еркектің әйелі боларсың-ау. Әдемісің, ақылдысың, мінезің де жақсы. Тек сәл жолың болмай тұр. Айтпақшы, сыртқы киімің де жұтаң ғой. Менің мына бір құндыз тоным саған қатып кетеді. Мәки, тфу, шайнап кеттің ғой. Әне бір мықтының қатынының түрін көрсең ғой. Кім еді? Ой, әлгі министрдің орынбасарының қатынынше божбандай қара, танау аспанға қарап тұрып. Сөйтіп тұрып тонның түрін киіп, бізді көзіне делмейді. Құдай соларға бере салған ғой. Ойбу, уақыт болып қалыпты, кеттік жүр. Екеуі күтіп тұрған машинаға мінді. Мәкеңнің үйіне деді шопырға. Жол жөнекей, шашылған әтірдің жағымсыз иісі көңілді сергітіп. Айтолқынды әлде бір сезім билеп, өмір бойы осылай жүргендей, шалқып, киімнің буы ма, астындағы жүрдек сылқымның буы ма, әйтеуір масаңдағандай болды. Көңіл жүйрік пе, көктөнен жүйрік пе деген осау, өзін бір бастықтың әйелі етіп, елестетіп, жымиып қояды. Зуылдаған машина қаланың шет жағындағы үлкен үйге келіп тоқтады. Биік дарбазаның арғы жағындағы үйдің шамдары осы мекеннің салтанатын білдіргендей жарқырап, шақыра түскендей. Есіктің қоңырауын басып еді, өзі ашыла кетті. Ішке кірген Айтолқынды бұйра, қара шашты, қалың мұртты жігіт ағасы қарсы алды. О, амансыңдар ма? Келіңдер, қонақ бөлмеге өтіңдер, шешініңдер. Үй қызметшісі жүгіріп келіп, қолдарынан киімдерін алып, қонақ бөлмеге бастап барды. Есіктің тұтқасына дейін алтындай жарқырап тұрған сән салтанатты үйді бұрын түсінде де көрмеген Айтолқын Гүлайдың қасына отырды. Ол, есіңді жинал, қазір Мәкең келеді деді. Ол кісі кіре салысымен құрбысы, мен қазір келемін деді де шығып кетті. Ал қалқам, атың кім? Айтолқын, жақсы есім екен, кел дастарханға, дәм ала отырайық. Рахмет, кел. Тамақтың алдында аздап шарап ішу пайдалы. Ал қымсын ба? Гүлайдың ауылбайская болмай, ішіп жеп отыр деген есіме түсіп, шараптан сәл ішті. Сымдай тартылып отырған бойына шарап буы тарап босаңсиын деді. Әлде бір анекдоттарды айтып еді, Мәкең сылқылдап күліп алды. Өз күлкісіне өзі таң қалды. Қызық, мен тіпті әдемі күлдім-ау деп ойлады. Енді тіпті еркінсіді. Мәкең белінен құшақтап еді, шошымады. Өзіне қарай тартып еді, бауырына тығыла түсті. Бүкіл үйде, үлкен қонақ бөлмеде екеуі ғана. Шамасы қызметкерлер кетіп қалған. Қазір келем дегенді Гүлай да жорта айтқан екен. Сәлден соң жас сұлудың әрі шараптың буы бойын билеген Мәкең қызды төсек салынған бөлмеге қарай сүйрей жөнелді. Жұмыстан әрі қарымды еркектің тегеурінен шаршаған қыздың көзі ұйқыға жұмыла берді. Таңертең оянғанда әбден мауқы басылған Мәкең ұйықтап жатыр екен. Тұрып жуынатын жерді тауып алып,
киініп сыланды. Өңі бұрынғыдай ақсұр емес, денесіне қан жүгіріп, бетіне қызыл шырай пайда болыпты. Өз-өзіне сұқтана жымиып, айна алдында біраз тұрды. Күн болса сенбі, ешқайда асығып тұрғам жоқ, және қайда барам. Қаланың қай шетіне кеткенімді де білмеймін. Не де болса, Мәкеңнің ұйқысын күтейін. Үлкен үйдің өзі тұрған қабатын аралап көрді. Үстінде де бар сияқты, астында да бар екен бөлмелер. Қызық, Мәкең кім екен? Тұрмысына қарағанда байлығы жетеді. Ел басшыларымен түскен суретіне қарағанда үлкен қызметкер, немесе соның айналасында жүргендердің бірі болуы керек деген ой топшысында тұрған ол Мәкеңнің оянғанын байқап солай жүрді. Ал сұлуым, қалай ұйықтадың? Жақсы, ал мен өте жақсы сезініп тұрмын. Келе ғой, шай дайындап жібер, қызметке кетуім керек. Әлгі қызметшілерді босатып жібере қойып едім. Жақсы, тек Асиді көрсетіп жіберсеңіз, сіз демеші, сен маған бар жағыңнан ұнап қалдың. Менің көңілдесім болуға әбден жарайсың. Мен өзім қазақы тәрбие алғандарды ұнатам. Көңілдес деген сөз төбесінен су құйғандай болған Айтолқынның басы айналып құлап қала жаздады. Дереу есін жиды. Өз аяғыммен, өз еркіммен келдім емес пе, мұным не? Кәдімгі некелес әйеліндей шайын дайындап, баптап құйып бола бергенде, ол сені тұрағыңа апарып тастайды. Екінші машинаға мінесің, тек мен кеткен соң, міне, ақша, деді де шығып кетті. Жасылы бар, көгі бар, бірталай ақшаға қарап, не қуанарын, не жыларын білмей қалды. Айтолқын есіктен шыққан, оны екінші машина жүргізуші күтіп тұр екен. Дереу үйіне жетті. Киімдерін алмақшы болып, түні қалай өткенін сұрамақ боп Гүлайында жеткен еді бұл кезде. Қалай, подружка, түнің жақсы өтті ме? Видать, интересно провели. Бетің развее стала. Қойш, ұялтпай. Әлі классный бикеш болып шыға келесің. Білмеймін. Білетін боласың көп нәрсені. Біздің Бека мен Мәкең аман болсын. Міне байлық, міне өмір. Сен екеуміздің өміріміз өмір ме? Одно название. Маған енді ит те, құста тұратын пәтер ұнамай, Бекадан коттедж сохранный сұрап жатырмын. Қойш, ұят емес пе? Ұятты не қыласың? Мұндай сөздер қоғамда архаизм. Қолыңда барда басып қал деген принцип қазіргілердің, билік басындағылардың, үкіметтің шет жағын болса да жағалап жүргендердің бәрінің әрекеті осы. Сонда қарапайым халықтың қамын кім ойлайды? Құдай-ау, неткен наивная, қоғамға керектер бар, керек еместер бар. Екеуміз соңғысына түсіп кетпеу үшін де еркектерімізден айырылмауымыз керек. Сонда не істейміз? Соларға қарап мықты қызмет істеуіміз керек. Яғни морально, телесно, жандарына шаршап келгенде өзіңнің энергияңнан бөліп беру керек. Ол қалай түсінбедім. Что они хотят, безотказно болуың керек. Және олардың не істеп, не қойып жүргендерінде шаруаң болмасын. Ештеңе сұрамайсың, өздері береді, біледі. Самое главное, олармен қарым-қатынасың жөнінде ешкімге тіс жармайсың. Әйтпесе олардың ашуына тисең, қабырғаға айналасың. Онысы несі, қабырғасы несі? Көп сұрама дедім ғой мен саған. Жарайды, қойшы, сенің нұсқауларыңды ұқтым. Мына ақшаны қайда жұмсасам екен? Үйге беріп жіберсем қайтеді? Киім алсам, ана жақта атанам отыр жаудырып, ішсе асқа, кисе киімге жармай. Ауылда отырған олар отыра берсін. Они так привыкли жить. Кейінгі ақшаларыңнан бересің, так что по-нормальный киімдер ал. Мен де беремін, но маған қашанғы жүгіріп жүресің? Свое есть свое. Давай кеттік дүкендерге. Крутой бутиктер бар, заказбен товар әкелетін. Содан бастау керек. Болмасаң да ұқсап бақ деген абай атаң. Давай, машина ждет. Өзінің құнды нұсқаулары бойынша киінген Айтолқынды Гүлай үйіне әкеп салды. Ұқтың ба, немая, глухая, как рыба деп қадағалады. Үнсіз басын изеген Айтолқын күркесіне келіп, алған заттарын қарап, киіп көріп, үлкен айна іздеп, үй қожайындарына кірді. Ой, батюшки, кого я вижу, что за красавица, неужели это наш Айтолқын деп тетя Шурасы алдынан шықты. Сол бір ақша алып киінген едім, үлкен айна керек боп тұрғаны. Кел, қарамына бөлмеге. Рахмет. Адам көркі шүберек деген осы екен-ау деп ойлады Айтолқын. Өз келбетіне қарап тұрып, әдемі екен мынау. Алла рахмет саған. Көрік бергеніңе де мың шүкір. Егер қазір келбетім болмаса, Мәкеңмен кездесер медім. Бірақ Гүлайше, жай ғана қыз ғой. Әне қалай өмір кешуде, соған қарағанда таудай талап бергенше, бармақтай бақ берсін дегенде рас екен-ау. Сонда ол қандай бақ? Бақ деген еңбекпен, адалдықпен, ақиқатпен, біліммен келеді деуші еді. Сан түрлі ой жетегінде жүріп, жұмысына келген Айтолқын өткен жолғы ең озық бригадир келіншекті көрді. Кәсіпорын бастығының машинасынан түсіп жатыр екен. Құндыз тоны құбылып, біз өкшесін тықылдатып, бөксесін ойнатып, райхан гүлдеріне оранып бара жатқандай, гүл үйісі аңқып кетіп бара жатты.
күнде өзінің үстіндегі киімдерінен қорынып бүгежекте жүретін Айтолқын да өзінің кербез келіншекке ұқсап жүріп бара жатқанын байқамай да қалды. Бойына әлдебір қуат құйылып, әлдебір арман аңсаулар пайда болып, үлкен бір үміт қол бұлғап тұрғандай. Үйіне келсе ауылдан жедел хат жатыр. Әпкесінің қызы Райгүлден екен. Пойызбен елден шықтым. 13-ші вагон күтіп ал депті. Мектепте оқитын қызға не болды? Оқуы қайда? Әкелері қайтыс болған соң жағдайлары келмеді ме? Бүкіл туған туыстары басын біріктіретін, қолда барын бөліп беретін өз әкесінің жоқтығы біліне бастады ма екен? Әпкемнің қазасы жайлы жедел хатты алып, жылап еңіреп, жұмысындағы басшыларға барғаным анандай болды. Бөлінгені жиналғаным артымды болмай, барған жолыма жетсе, қайтарыма жетпейтін болғаннан кейін үсті басым тозып тұрған соң еліме де бара алмап едім. Сол кезде жолықса ғой мәкеңдер, мына қыз неге келе жатыр, өзім зорға күнелтіп жүргенімде. Райгүлдің әңгімесі. Әкемді білесіз ғой, көп ішетін, ішкен соң міндетті түрде маманы сабайтын. 5 бала, 2 ауыз үй, тамақ ішетін бөлмеге бөлініп ұйықтап жүрдік қой. Ішпесе жап-жақсы. Ал ондай күндер өте сирек болатын. Неше түрлі анайы киноларды көріп алады. Орталықтағы туыстары ескі видигін берген. Әрине, бізге кетіңдер, көрмеңдер дейді. Мамама маза қоймайды. Бізді қуып шығады да түпкі бөлмеде білгенін істейді. Түн ішінде қайда барамыз? Дауыстар естіледі. Үлкеніміз базар бар еді ғой. Сол жымыңдап күліп отырады. Біздер кішкентайлар көп нәрсені түсінбейміз. Тағы бір хатты ішіп келгенде мамам итеріп қалып, басымен құлап өліп қалды. Ол жайлы естімеген шығарсыз әпке? Иә, естігем қалай қайтыс болғанын. Сонымен ауыл аймақ туған туыстар жиналып, әйтеуір 70-40 бердік. Мамам ертеңнен күн батқанға дейін майда шүйде сатып бізді бағатын еді ғой. Базар мектепті биыл бітіреді. Кішкентайлар өздері отырады үйде. Мен мектептен келген соң тамақ пісіріп үй жинап соларға қараймын. Мен 9-шы сыныпта оқитын едім. Білем ғой. Бір күні мектептен келсем ағам үйде екен. Папамның көретін киноларын көріп жатқанын байқап қалдым. Балалардың тамағын құйып беріп, ағамды шақырмақ боп бөлмеге кіргем. Орнынан тұрып есікті жапты да мені жерге алып ұрды. Әбден мамамнан жеген таяғынан жүрек шайлыққан басымды қорғай бердім. Сөйтсем оның ойы басқада екен. Ол болса мені туған қарындасын қорлады ғой. Айғайлауға да шамам келмеді. Егер аузыңнан мен туралы сөз шықса өлтіремін деді. Сонымен оның әрекеті әдетке айналды. Кішкентайларды далаға қуып жібереді. Менің көнбегеніме қарамайды. Кинодан көргеннің бәрін маған істейді. Сонымен қашып келген бетім. Әпкетай, қайтем енді. Не істеймін? Мамама қалаға барып колледжге түсем, саған көмектеспекпін дедім. Не істеймін? Одан да сорақысын көрсем, 2 қабат болып қалсам өлгенім жөн ғой. Мектептегі балалардың көпшілігі осындай әрекетте. Қыздарды қалай сақтану жөнінде лекциялар жиі оқылады. Бұрын қыздық ар-ожданыңды сақтау жөнінде сөз болушы еді. Енді қалай 2 қабат болмаудың жолын үйретеді. Соған қарағанда ұл қыздардың көпшілігі таза жүрмейтін сияқты. Соның енді менің басыма келгенін айтсаңшы. Басқа емес, туған бауырымнан мұндай қорлық көргенім үшін ішім удай ашиды. Бетін тарам-тарам жас жуған, әрі сәби жүзді, әрі көпті көрген әйелдей сөйлеп, ой толғаған сіңілісін аяған Айтолқынның басына қаны теуіп, жүрегі шанши жөнелді. Құдайым-ау, бұл не деген сұмдық? Ел іші алтын бесік дейтін елдің сиқы осындай болғаны ма? Бала тәрбиесіне бас көз бола алатын еркектер мынау. Нәпсілеріне ие бола алмай, ойларына келгенін істеп жүрген қаршадай сәби қызды зорлаған алпамсадай еркекті кеше де теледидардан көрсетіп жатыр еді. Немерелеріндей қыздарды алып жатқан шалдар анау. Соған қарай жастардың тәрбиесі осылай бұзылған болса, келешекте не қайыр? Енді қайтсем екен, мына қызды ауылға баруға обал. Не болса да үйдің қасындағы мектепке бере тұрайын. Сонан соң мәкеңдерді пайдаланып, интернаттың біріне кіргізермін. Тамақ тауып жерміз. Оған да мәкең көмектесер деген сияқты ойлармен ұзақ дөңбексіген Айтолқынның көзі таңға жуық ілінді. Ұйқысы қанбай, әрі ауыр ойлардан езілген, жұмыстан шаршаған Айтолқын сұранып, ертерек үйіне келіп демалып жатқан еді. Гүлай жетіп келді. Тұр, тез киін, әдемілен. Бәкең бүгін тағы сенімен болғысы келеді. Қойшы, шаршап тұрмын. Есің дұрыс па? Қандай болып тұрсаң да мәкең хочет, значит, дайын болуың керек. Ойбай-ау, мәкеңдерге қолы жетпей жүргендер көп. Сен маған рахмет айтуың керек әуелі. Кеше ғана болдым ғой. Яғни, оған әбден ұнағансың, көңілінен шыққансың, сондықтан оған қуан сен. Тфу, мынау қайтеді, сені тәрбиелеп шашыма қаратын болды ғой. Ауылдан бір сіңілім келген болатын. Оны қалай жалғыз тастап кетемін? Қазір көшеге шығып кетіп еді.
Ничего не знаю, бол тез жуын кейін машина күтіп тұр. Дайындалып сыланып болған Айтолқын есіктен шыға бергенде сіңілісі келіп кірген еді. Тамағыңды істеп ішіп, алаңдамай ұйықтай бер, мен тезірек немесе ертең келемін деді де шығып кетті. Өткен жолғыдай емес, Мәкеңнің үйіне Айтолқын еркінсіп кірді. Кең құшағын айқара ашып, есіктен кірген Айтолқынды қапсыра құмарлана сүйген Мәкең шынында да сағынып қалғандай. Көзінен, ернінен, мойнынан өбіп, ып-ыстық деммен күйдіріп жандырып барады. Гүлайдың кеңестері есіне түсе қап, бұл да емеурін танытып, сүйіп, былқ-сылық бола қалды. Қандай тәттісің жаным, сен сияқты бой жеткенді алғаш рет жолықтырып тұрмын. Не скрываю, талай қыз келіншектер кездескен, бірақ сен сондай ерекшесің. Жұмыстан келген шығарсың, шай қоя ғой, ауқаттанып алайық. Мен де ашпын. Тоңазытқышта қызметкерлер дайындап кеткен тамақтар болу керек. Соларды жылытып дайындай ғой. Тез жылытатын техникаларды көрсетіп берейін. Міне мынау. Жақсы, мен демала тұрамын. Дайындап шақырарсың. Жақсы, мақұл. Айтолқын асүйдегі шеті алтындатылған әдемі ыдыстарды сындырып алмайын дегендей баппен ұстап, дастархан жайып, тоңазытқыштағы уылдырықтың түр-түрін шығарып, қазық артасын турап, сәндеп, Гүлайдан үйренгендерін істеп, қожайынды шайға сақырды. Әкесін, анасының қалай күтетінін көрген, үй ұстаудың тәлімін алған Айтолқын сәнімен, салтанатымен шайын құйып майысып отыр. Мәкеңнің де көңілі толып, талайдан бері орыс шалыс, арбан қорбаңы басым, салпетектеу әйелінің сар еткізіп құйып кесесін тарс еткізіп қоя салатын әдетінен кейін Айтолқынның мына отырысына риза болғандай, кесені алған сайын қолын сипай түседі. Ас ішкен ыдыс аяқтарын жинап, жуынып шайынып, жатын бөлмеге кірген Айтолқынды ай сәулесі түсіп, көгілдірленіп тұрған төсекте құшағын айқара ашып Мәкең күтіп жатқанды. Құшағына құлай кеткен жас аруды әбден әурелеп ұзақ аймалады. Өткендегідей сұлық болмай, әрекетімен келіншектің жауап қайтарып жатқанын ұнай түсті. Басынан қуат күшін тез қайтармай, сол сәтті ұзағырақ ұстағысы келгендей өбе берді. Құшақтарын жазбастан екеуі де ұйықтап кетті. Түн ортасы ма, әлде таңға жақын ба, әлде қайдан естілген жағымсыз дыбыстан оянған Айтолқын түсіне алмай біраз жатты. Біреу ыңырсығандай ма, әлде жыланғандай ма, ер адамның зіркілдеген дауыс екпіні құлағына келгендей. Қасында Мәкең де жоқ екен. Япыр-ай, не болды? Қорыққаннан өн бойы тоңазып, денесі дірілдеп кетті. Шамды да қайдан жағарын білмей, үн шыққан жақтағы терезеге жүгіріп барды. Ай сәулесі бұлтпен көлегейленіп ештеңе көрінбеді. Біреулер біреуді сабап жатқан сыңайлы, айғайлап, жылап, жалынып, біреу сауға сұрағандай. Далаға барып көрмекші болып есікке жүгіріп барды. Кенет Гүлайдың ештеңеде шатағы болмай, глухонемая, поняла деген несіне түсіп кері оралды. Кенет сарай ма, үй ме, әлде бір есік ашылып жарқ ете түсті. Бірнеше адам біреуді сүйреп алып шықты. Жансыз ба, талып қалған ба, сол сүйретілген адамды қол-аяқтан алып, әлде бір науа тәрізді жерге лақтыра салды. Машинаның жарығын түсіріп, әлгі 3-4 адам күрекпен әлденен лақтырып, жаңағы адамды көме бастады. Құдайым-ау, мынау не сұмдық? Тірідей көміп жатыр ма, әлде қинап өлтірді ме екен? Не жазды екен, Құдай-ау? Анау қолын қағып бері келе жатқан Мәкең емес пе? Алла сақтай көр, көп нәрсенің білігін келіп ұмытылма. Әйтпесе қабырғаға айналасың деп еді әнеугүні Гүлай. Осы екен ғой қабырғасы. Ойбай, түк білмегенсіп, көрмегенсіп, ұйықтағансып жатайын, Алла сақтасын деп Айтолқын денесінің қалшылдағанын зорға басып, басын бүркей жамылып жатып қалды. Мәкеңнің келіп жатқанын, сәлден кейін қорылдап ұйқыға кеткенін сезіп жатты. Көпке дейін өзі ұйықтай алмай, күн шыға көзі ілініп кетті. Бас жағындағы қағазға көзі түсті. Айым, жексенбі ғой, ұйықтасын деп оятпай кеттім. Ұйқың қанған соң шықсаң, көлік күтіп тұрады. Мына ұялы телефон сенікі. Номерің мынау. Мен іздегенде тез келе қоюың үшін. Және Айтолқынның көзі бір бума ақшаға түсті. Бұл жол онша қымсынбай сөмкесіне салды да үйден шықты. Машинаға отыра бере арт жағына көз салып еді. Түнгі оқиға болған жерде әлде бір құрылыс жүріп жатыр екен. Жүрегі зырқ ете қалды. Үндемес шопыр үйіне келіп салды. Түнгі жай көз алдына елестеп, құлағында жалбарынған сарын ызыңдап тұрып алды. Не болды, кім екен? Тірідей көмді ме? Не үшін деген сұрақ басын қаумалап, бойын қайтадан қорқыныш билеп, дірілдеп сала берді. Қой, құрысын білмей-ақ қояйын, тыныштық керек дегенмен, балықшылығы көп адамдарға жолыққанын іші сезді. Көңілдесінің сыйға тартқан телефоны әдемі әуенді ойнап қоя берді. Әлеу, Айка, иә Мәке, көңіл күйін қалай жаным, жақсы. Өте тәтті түн болды, саған деген құмарым басылар емес. Япыр-ай, ешқандай оқиға болмағандай сөйлеуін-ай. Әлде мені
біліп қоймадым екен деп сынап тұрма деген ойлар орала кеткен Айтолқын жан күйзелісін сездірмеуге тырысты. Иә, мен үшін де жақсы түн болды. Шаршап қатты ұйықтап қалыппын. Телефоныңа мен ғана қоңырау шалуға тиіспін. Номерді ешкімге берме, жарай ма? Көпке таралып кетсе маза қоймайды. Түсіндің бе? Жарайды, солай болсын. Бүгін үйіме бала-шағаға барамын. Ал ертең сені міндетті түрде сағынамын. Дайын жүресің. Жақсы. Бала-шағасына баратын дұрыс болды. Әйтпесе мен ана оқиғаны көргенімді білдіріп қояр едім. Кішкене арнаға түсіп алайын, ұмытуға тырысайын деп ойлап, ауылға барып қайтқандардан үй ішінің амандығын біліп келейін деп сіңілісіне ас әзірлеп қоймақ болды. Көңілін ауламақ болып, радионы қосып еді, әдемі әуен құйылып тұр екен. Қосылып ән салып, бұрынғыдай не тамақ қыламын дейтін дәрежеден өтіп кеткенін байқады. Тоңазытқышында керектің бәрі тұр екен. Әдемілеп сәндеп асықпай тамақ пісірді. Көркемдеп дастархан жайды. Тек мынау еңсені басып тұрған күркеден құтылсам екен. Мәкең уәде берген 2 бөлмесі қашан болар екен деген ой шалт ете қалды. Бір шаңырағым болса әйтеуір тыныш өмір сүрер едім. Жасым келгенше Мәкеңе қызмет етіп тұрсам, аштан өліп көштен қалмаспын. Тыстан Райгүл кірді. Қасында мектепте бірге оқыған, балалығы бірге өткен әпкесінің құрбысы Риза келе жатыр екен. Ризаны көріп қуанғаннан Айтолқынның аузына сөз түспей қалды. Кел құшақтайын, неғып сүлкиіп тұрып қалдың деген Риза даусынан селк етті. Амансың ба Ризажан? Иә шүкір, өзіңше. Көрмегелі көп болдау. Айтпа. Егер мына Райгүл болмаса әлі де көрмес бедік. Көшеде кездесіп қалып, қой, Айтолқынды көрмей кетпеймін дедім. Жұмыс деп ешқайда мен де шықпаймын. Рас, жай күйіммен Райгүлдің әңгімесі арқылы таныстым. Айтолқын секем алып, Райгүл Мәкең туралы айтып қоймады ма екен деп беті ду ете қалды. Ешкімге тырс жарма деп едім ғой. Қалайша айтып қойды, мүмкін айтпаған шығар деген оймен Айтолқын қыздарды дастарханға шақырды. Тәтті дәмді тағамдарды жей отырып қыздар ұзақ шай ішті. Көп тіс жарып, ағытыла қоймаған Айтолқын көбіне Ризаны сөзге тартып отыр. Екеуміздің сырымыз да жырымыз да бірге еді ғой. Ешбір сыр қалдырмай ақтарушы едік қой. Есіңде ме бала махаббаттарымыз? Иә, дәл бүгінгідей өмірді елестетіп едік. Армандарымыз асқар еді ғой. Өмір деген бағдарша мүлде басқа арнаға түсіріп жіберді. Қалаған сарымыз ауып тұрушы еді. Мектепті бітіре салып, Ақтауға кетіп едім ғой. Сол жердегі оқу орындарының ешқайсысына түсе алмай, заводта жұмыс істедім. Сол жүріп тұрмысқа шықтым. Опырай, кеудесіне нам пісетін, кеудемсоқ жігіт болып шықты. Алғанынша жаным дейтін, алып болған соң жанын жейтін дегеннің өзі болды. Бойдақ кездегі жігітімді үйленген соң тани алмай қалдым. Өз дегенін істеді. Менің айтқанымды құлағына дәлмеді. Тіпті әдейі керісінше ғып істейтінді байқадым. Үнемі кемсітіп отыратынды шығарды. Үй болған соң болар, мүмкін үйреніп кетерміз деп ойладым. 1 жылдан соң балалы болдық. Өмір өтіп жатты. Үйсіз, күйсіздік мәселесі де жанды жеп жатыр. Ұрыс керісіміз көбейіп кетті. Меннен де тіл шықты. Қолыңнан түк келмейтін бейшара болсаң, құр кеудеңді керетін бос кеуде болсаң, бала-шағаңда асырай алатын шамаң болмаса неменеге үйлендің? Неғып менің басымды қатырдың? Дәулетті біреуді қарастырмай, сенен не үміт күтіп шықтым екен? Байғұс бейшара басымай деп өкіріп тұрып жыладым. Осы түрімен еркекпін деп емексіткенін қайтерсің? Ой сорлы дегенім сол еді, құдақ шекеден тың ете қалған. Жұдырықтан құлап түстім. Болды, жетті, енді ажырасамын. Отыр осылай, байғұс кешше сорлы көргенсіз, анадан тумаған аңсың деп тілімді тартпай сөйлеп жатырмын. Бүйірімнен жатқан жерімнен бір тепті. Одан сайын аузыма келгенді айтып зарлай бердім. Ескі тарс еткізіп шығып кеткен болатын. Мен де жүгіре қоймадым. Сол кеткеннен мол кетті. Әкесінің үйіне барыпты да асылып қалыпты. Асын өткізгенше отырдым да, сонан кейін баланы жетектеп үйіме кеттім. Қайта шапқан жау жаман, қайта келген қыз жаманның керімен үйіме, ата-анама да симағандай күн кештім. Баланы соларға тастадым да Алматыға тартып отырдым. Орналасқанша, орын тапқанша талай оқиғаны бастан кештім. Алматы қалталылардың, шенді шекпенділердің қаласы дейтіндерге сенбеуші едім. Басқа түскен соң көрдік қой бәрін. Біреудің танысының үй күтушісі болып алып қойған үйлері көп екен. Соның бірін бағам берді. Тұра бер, бізге адал қызмет ет. Ұрлық қылма, міндеттеріңді дұрыс атқар деді. Ойбай-ау, оларға қызмет етпегенде кімге қызмет етем? Тағы бір жерде жұмыс істеймін. Соның ақшасын ас-ауқат аламын. Сөйтіп жүріп жатырмын. Бірақ жас адамға еріксіз қиын екен. Бет алды кімге ұмтыламын? Кел, бірге өмір сүрейік, немесе тіпті көңілдесін болшы деп те ешкім айтпады.
Түніммен өзім арпалысып өртеніп шығамын. Ұйқы қашады. Ешкімге керексіз болған жаман екен. Қай еркектің мойнына асыламын? Асылдырама. Күйеуімді неге бағаламадым? Неге оны қадірлемедім? Еркектің аты еркек қой шіркін. Кішкене шыдағанында бәрі жақсы болып кетер еді. Бала анау, не әке жоқ, не шеше жоқ қасында. Мен мынау әркімнің кір қоқысын жинап өмір сүріп жүрмін деп мәзбін. Жападан жалғыз отырайын деп пәтерден пәтерге көшіп, мазасы болмай жүрген ағамның баласын кіргізіп алған едім. Кейде аунап дөңбекшіп, өртеніп жатып, сол бауырымның қойнына да кіріп кете жаздадым. Өзімді өзім әрең тоқтатамын. Шалқасынан ұйықтап жатыр екен, оған көзім түсіп, жынданып кете жаздадым. Ар ұят жеңіп, мен жеңілдім. Ертеңгі күні түнде тағы көзім түсіп, нәпсі деген бәле нағыз сайтан екен. Бой алдырып бара жатып, зорға тоқтадым. Қой, бұл бала менің үйімнен кетпесе абыройдан жұрдай болармын. Әулетті ойлап отырмын ғой баяғы. Бұл жақта мені кім біліп жатыр дейсің? Әрлі-берлі ойлап балаға үйді босат, күйеуге тиемін дедім. Әпкетай-ау, енді қайда барамын деп жылай-жылай кетті. Міне құрбым, сенің жан досыңның жағдайы осылай. Қол ұшын беріп тұратын, анда-санда болса да кездесіп тұратын, біреудің тоқалы болуға қарсы емеспін. Біреуге қажет болу, сүю, күту, соған қызмет қылу да арман екен. Басында Алланың берген бағын қолда ұстап тұра алмай, ұшырып алғаннан артық бақытсыздық жоқ. Оның бәрін енді ұғындық қой. Қанша өмірдің дауылына қарсы жүріп, қаншалықты әрекет етіп бақсаң да, әйелдің жолы жіңішке деген бабалар текке айтпаған. Ақшаның рөлін ұстап депутат болам, ел басқарам деп ұмтылып жатқан әйелдер айналып келгенде, сол ер азаматтардың қолдауымен еркелеп жүргендер екеніне көзім жеткендей. Сондықтан біздің қазақ әйелдеріне ата-баба дәстүрінен ауытқудың, боразда бұзғанның еш қажеті жоғын түсіндім. Риза әңгімесінің толқытқаны соншалық қыздардың бәрінің шаралары жасқа толып, жандары жабырқап, біраз үнсіз қалды. Өмір өзеннің қайда қызып апарарын желегі желкілдеген жанға, жайлы алаңға ма, әлде елсіз қайранға шығарып тастай ма деген бір сәттік ой құшағында қалған олар үнсіз отыр. Сәлден соң Риза: қой қыздар, үйіме қайтайын, кешке қарай Дәулеттек адамның үйін жинап келуім керек деп үнсіздікті бұзды. Қонақтарын шығарып салған апалы сіңілдер үн-түнсіз төсектеріне жатты. Көздер ұйқыда болғанмен көңілдері алай-дүлей. Әрқайсысы өздерінің болашағы, бүгінгі күні, ертеңіне әбден бойлап жатқандары аунақшыған сәттерінен білініп тұрды.